Қайырлы күн. Қуырылған ет пен картоптың рецепті өте оңай, 15 минутте дайын болатын ужинға немесе завтракқа дайын болатын өте керемет тағам. Етті жақсылап жуамыз, осылай кубиктеп тураймыз. Кішкентай ұсақтап, ет тезірек пісу үшін осылай. Содан кейін табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, етімізді бірінші қуырамыз. Қызарғанша қуырып аламыз жақсылап. Бір пияз қоссаңыздар да болады. Үйде пияз жемегендіктен мен осылай пиязсыз қуырдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Мен осылай қуырған бір кружка су құйдым. 15 минуттай піседі. Енді картошкаға кірісеміз. Ашылған картошка. Менде 500-600 грамм картошка. Мені осылайна жіңішкектен еттім. Ұзыншақ пісірсеңіздер болады, немесе кубиктап алып пісірсеңіздер болады. Мен кубиктап турадым. Енді осыны осылайна осындай турадық. Енді табамызға салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салдым осылайна. Осылай араластырып, күлжен қуырып аламыз. Картоп та бәрі қызарып қуырылады. Өте дәмді болып шығады. Істеп көрсеңіздер болады. Суперски болады. Мені балаларға салдым. Өте керемет болып шықты. 2 порциядан жеп алды. Осылай дәмді болып шықты. Тіл үйретін видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелге кетіңіздер. Келесі видеоға да кездескенше қош сау болыңыздар.